Түсінбедім. Ол қайда кетті? Мақсат осында қалай түскенін айтып бересіздер ме? Кешіріңіз, мен сізге ештеңе айта алмаймын. Мен тек санитармын. Тек қана бір әжетханаға бас қыстырылған дема, бірдеме деді әйтеуір. Бастар? Міне, біз орындамыз. Қазір тексеріп сіздерін көрсін. Түсінбедім. Ол қайда кетті? Псих ауруханасынан жақсырақ болады деп ойлағанмын. Құдайым ай, мен шаршадым. Енді не дейсің, брат? Санитар айтпап еді. Бір дәретхана бас деді ма, бірдеме деді ол. Жоқ, бро, сен мұны серьезно айтып жатсың ба? Сен кеше ғана менің миыммен қалып қойды дедің ғой. Мен осы скибиди туалет көргеніме. Мен не болып жатқанын білмеймін. Бұл қорқынышты бейне әлі басымда тұр. Сен бүгінде анау басты көрдім деп тұрсың ба? Яғни жоқ. Тыңдашы, мен басым істемей кеткеніне толықтай келісемін. Бүгінгі көрген көріністі айта алмадым. Ал кешегі болған оқиға шынымен болды. Ма, брат, не айтарым білмеймін. Сен мұны серьезно айтып жатсың ба? Сен қалай мына жаққа түстің? Өзін шақырдың ба? Жоқ, көршілер мені айқайым десіп полицияға хабарласыпты. Көптар менің есігімді сындырып, не болғанын сұрай бастады. Сен осының бәрін айтса, осы жерге түсетінін түсінбедің бе? Жоқ, мен бәрін жақсы түсіндім. Бірақ үйде қауіпті секілді көрінді. Стоп, сонда дәрі жіберуге сен қайда барасың? Ыдысқа. 40 жастағы ер адам түсіп жатқанда көтінен тістеп алды деп қорқаң қалай кетті? Сен мұнда не қылып келдің? Мен мазақтау үшін ба? Жарайды, мен кетем. Бірақ сен міндетті түрде алып шығам. Уәде берем. Сосын кеш болып кетпесе маңызды.